Құрметті жұмдастар, жасап жатқан жұмыстарыңды екісіне дейін өткізіңдер. Өйткені үшінде презентация, инвесторлармен кездесеміз, сол жерде қорғайсыңдар. Жігіттер, бұл стажерларға үлкен мүмкіндік. Түсінікті Меке. Тамақтан алыңдар. Жасап жатқан жұмыстарыңды екісіне дейін өткізіңдер. Өйткені үшінде презентация, инвесторлармен кездесеміз, сол жерде қорғайсыңдар. Жігіттер, бұл стажерларға үлкен мүмкіндік. Қалайсың Әмір бауырым? Жазылдың ба? Әмір, мен саған бір керемет жоба дайындап қойдым. Енді көрсең жылайсың мен. Жұмысқа келесің ғой, тағы сенің жобаңды мен қорғап тұрмайын. Жарайды, күтем бауырым. Қалсырды. Мал? Не мына тұр? Не мына тұр, Не мынау? Кеше кішігірім отырыс қойды. Сен түрің кішігірім отырысып тұрған жоқ қой, түріңе? Что, много бухал, что ли? Очнись. Не қылым істедің ба? Нені? Мал? Сен әдейі істеп тұрсың ба маған? Жобаны айтып тұр ме саған, Бәс тірліктермен қол босаматшы? Не тірлік? Не тірлік? Ішу шегу ма? Сен басқа не тірлігің бар, Қатмарик конченый. Или ты, походу, біраз нәрсе түсінбей жүрген сияқтысың сен. Или түсіндірейін ба саған? Жоқ, деме сөйле. Қойш, братан. Кіруге бола ма? Кір, отыр. Отыр сен. Мынау Әмірдің жұмысы. Өзі қайда? Балиншеде. PDF форматын сіздің почтаңызға жіберіп қойдым дейді. Тағы айтарыңыз бар ма? Жоқ, бара бер. Быдық. Ал мені. Осыған дайындал. Түсіндің ба? Құр жолы бар. Жиналыс сағат 5-ке қойын бар. Жақсы. Мерей, бұлай, бізге 2 бірдей делегация кел жатыр. Біріншісі инвесторлармен өтеді, біздің басшылықты қосқанда. Екіншісі головнойдан тексеріс кел жатыр. Білмеймін қай күн екен, әйтеуір келеді, күні белгісіз. Сол саған өткенде тапсырмай бергенем ғой. Архитектура бөліміне. Сол дайын болса, сол кезде талқылап жіберейік. Енді Дамир Бейсенович, бұл жерде бір айта кететіні, жалпы стажерлардың жұмысы жобасы. Почти дайын. Почти дайын ба или дайын ба? Дайын. Сызбасы да, электронды нұсқасы да бәрі. Сол дайын болса, сол додаға қосып жіберейік.
арасынан іріктеп алып кейін доғырға отыра береміз ғой. Әрине. Жарайды. Сонда айтайын дегем. Жарайды, бара бер. Жарайды. Папа, біз андай саябаққа қашан барамыз? Айналайын, айлығым түссін, шомылуға да, қыдыруға да апарам. Жарай ма? Пап, сонда ауылға қашан барамыз? Демалыста барып тұрасыңдар ғой. Біз осында бір жола көшіп келген жоқпыз ба? Әлде ауылды сағындың ба? Жаным ау сағынған ғой ауылды. Иә. Айтпақшы, кеше сен жоқта бұрын байға кеп кеткен. Апам айран, жанына жарты жілік ет қосып жіберіпті. Қойш, айран әке шешейік. Қазір. Жұмысың қалай болып жатыр ма өзі? Жақсы. Шызына ма? Ертең инвесторлардың алдында жобамды қорғайын. Егер онап жатса, бірден автомат түрде жұмысқа қабылданам. Қалай сонда? Сен әлі қабылдамағансың ба? Жоқ, қабылданғам ғой. Негізі, абылай, егер жобам ұнап жатса, олар қабылдап жатса, жұмысқа андай, не бар ғой, должность, одан да жоғарғы должностьқа ие болам дегенім ғой. Солай де. Е. Тағы да өшіп тұр. Әмір ғой. Әмір, қалайсың? Жазылайын дедің бе? Әмір, ертең жиналысқа келесің бе? Кел. Мен саған жоба дайындап қойдым. Аха. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Әмірді көрмедің ба? Өшіп тұр мұны. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Кешегі мен сіз берген жобаны қорғадың ба? Жоқ, үлгермедім. Тағы да қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жобаларыңыз өте сәтті шыққан. Жақсы қорғадыңыздар, құттықтаймын баршаларыңызды. Енді біз комиссия мүшелерімен ақылдаса келе 3 жобаны іріктеп алдық. Қазір Бөрі Бакиров мырза өзі таныстырып өтеді. Көп созбай, Дәкең айтқанындай көзге ілінген жобаларды оқып өтейін.
мықты жұмыстар көп. Арасынан үздіктері бірінші жобаның авторы Болат Сапаралиевич. Екінші жобаның авторы Шоқан Жанабілов. Шоқан. Құтты болсын, Шоқан. Құтты болсын, Шоқан. Үшінші жобаның авторы өзі стажер екен. Бұл деген үлкен жетістік, құрметке лайық Құмар Естанов. Қалай? Әкеше мен сызған сенің жобаң ғой? Бәрі жақсы болды. Дамир Бейсенович, рұқсат болса. Иә? Мынау менің жобам. Руслан, дәлелің бар ма? Мен мынаны өз қолымен сызған. Құмар, тұршы. Тұрсай. Сенің жобан болады болса. Ана құбырлар қандай мақсатпен салынған? Фундаментке қанша куб цемент кетеді? Жалпы мына здания қанша квадрат метр, а? Егер сенің жобан болатын болса, осы қарапайым үш сұраққа жауап берші. А? Жауапла! Бұл Құмардың жобасы. Дәке, мен түсінбеймін. Мына екеуі білмеймін, осы Құмар мен Жұлдызы қарсы ма? Екеуі де айтыр, Құмарға дейді. Мерей, жауап берсін де енді. Не деме сөйлесем маған не? Так, стоп! Шеуін алып кабинетке кел. Твою мать! Жаңа рас па? Рас болғанда, Дәке. Мен сенен сұрап тұрмын, жаңа рас па? Дәке. Рас па? Рас. Ондай атауы тупойдың нақырын керек бар бізге. Жаңа конференцияның бұзылуына тікелей сенің әлеген білесің ба? Анауының көзі бұл. Естің ба? Дәке, өзіміздің балаға бір мүмкіндік берейікші. Өтініш. Хорошо, мүмкіндік берем. Бірақ сен көзің ортасың. Түсінің ба? Дәке. Мал! Құрпет бар. Да. Қос. Да, шеф? Я тыңдап тұрмын ғой. Кешіріңіз. Жарайды. Я, хорошо. Блин, что за фигня? Да, Гама. Я жұмысым. Осы мен жұмысыма араласқанды қашан қоясың сен? Өзім білем, кімді шығару керек, кімді қоям. Блять, не могу, а? Хорошо. Давай хабарласамыз. Бля. Бери чаңш. Көр. Я, Дамир Бейсенович. Сен әпкеңе рахмет айт, түсінің ба? Әйтпесе баяғыда қорып кететін адам мен. Рахмет, Дәке.
ана 2 стажерға да мүмкіндіктер бар. Жарайды екен. Рахмет, кейін айтасың. Бар, жұмыс істеңдер. Өткендегі шаруаларды не қылдың? Бұл братан тындырып қойдық қой, бәрін ойнамасаң. О, братан, анаң қара. Жолы болар жігіттің жеңге шығар алдынан деген. Стоп! Не болды? Ашулысың ғой. А? Өткендегі удар қалай кетті? Жостқа кетті. Аузын жаппасаншы, одан да жостқа кетеді. Не болды? Қатынымен ұрыспағансың ба? Күйіп тұрмын. Басым қатырмашы, былай тұршы. Тыныштық па? Күйікті шығармадық па? Қалай?